Hyundai Santa Fe 2021 жылғы 23 мың доллар дейді. Салон әдемі шыққан салон, бірақ велюрка уже емес, полный комплектация емес. Пробегті көреміз. Пробег 7300 пробег почти. Қандай керемет. Бағасы 23 мың доллар дейді. Может торговать етіп сөйлесуге де болады. Кімге қызықтырады, хабарласыңдар. Американский сборка. Carfax чисто 21. Скрин жасап алыңыздар. Достар, мынандай элантра шығып тұр. Қара, алдыңғы ешқандай повреждение болмаған. Айырбак ешқандай ештеме ашылмаған. Міне 22 жылғы пробег көрсеңдер болады. 1099 түкте жүрмеген пробег мынау. Brother, sorry, this one, sir. Brother, hello, brother. Yes, English boy. This one, sorry. Song, why? Полностью ремонтымен 15600 долларға барады. Sorry, sir. Барады дегенде бағасы осындай болады, 15600. Ремонты міне мынау ғана кеткен, жасап береді. Давайте мынаны көрсеңіздер болады, нормальный вариант. Достар, мынандай NX-тер бар, разный. 21 мың доллар, 18 мың доллар, 31 мың доллар, разный. Кімге қызықтырады, хабарлассаңдар болады. 21 жылғылары бар. 18. Мен ондай салонмен. Әдемі. Қыз балаларға вообще әдемі машина болады. Кімге осындай NX-тар қызықтырады, хабарлассаңыздар болады. Официальный учетпен барады. Ценасын жақсылап түсіріп береміз. 18, 20, 21, 25, 30, 31 солай әртүрлі сұрап тұр машинаның состояниесіне байланысты. Мынаның жылы 19 жылғы, 20 жылғы бұл. Тағы мынандай бір қызыл салонмен тұр, әдемі. Люкпен. Қара свет. Спорт комплектация дейді. Мынау да спорт комплектация дейді. Мынау да. Бұл RX 350. Мынаның бағасын сұраш? Соль. Сатылып кетті да? Соль дейді. 18 доллар. Сатылып кетті. А вот это сколько? Start? Да, дирхам. Достар, мынандай спортейдждер алуға болады. 18 мың доллар деп тұр. 2021 жылғы. Бұған первишкі шықпайды. Утильмен растаможка ғана шығады. Енді көп дегенде бір где-то 1 800 000 учетқа қойып аласыздар официальный. 2 миллион деңізші, 2 миллионға примерно қойылып қалады. Кімге қызықтырады, хабарласыңдар. 18 мың доллар дейді. Торг болады. Сөйлесеміз. Алғыларыңыз келіп жатса. Комплектация, средний комплектация. Көрсеңіздер болады. Carfax бойынша енді VIN кодын тексеріп көрген жоқпыз. Просто реклама ретінде бір машинені түсіріп көріп жатыр. Осындай машина нормальный варианттар болады. Кімге қызықтырады, WhatsApp-қа, Instagram-ға шықсаңыздар болады. Мына жерде бір Corolla тұр. Мынау чисто американский сборка. Комплектация бірақ Hella. Бұл енді не бойынша, беркі бойынша 19 болады да, не бойынша 20 болады документ бойынша. Мындай салонмен, 19, 9 ай, бұл 20 болады. Комплектация Hella.
Мынандай элантралар шығып тұр, міне алдынан соғылған. Bir airbag ашылған. Мынандай Kilometer. осы $14,000 дейді. Автосалонға келдік, Lexus Toyota центрге. Мына сборкалардың бәрі дубайский сборк. Prado, тоже дубайский сборк. Camry 70'lik, 75'lik ekan, Corolla 229 dirham. $14,000 Camry 2019 жылғы. Алдынан удар болған, лонжероны бәрі целый, капот ауыспайды. Алдыңғы темірі ауысады, бір жағының крылосы ауысады. Крыло да ауыспайды екен. Капотты желательно ауыстырып жіберген дұрыс болады. Бағасы $14,500. Airbag ашылмаған. Комплектация SE. Carfax'ın көрсеңдер болады, міне повреждениесі. Пробег 67 мың пробегпен. Ақсыбет. Porsche тұр, общем, 21 жылғы. Не, мына есіктер кеткен. Есігі ауысады. Airbagтар ашылған. Мына airbag ашылған. Салонның airbag ашылмаған. Сиденьенің airbag ашылған. Комплектация, полный комплектация. Сколько дирхам? Достар, ассаламағалейкум. Мына элантраны кеше салғам инстаграмға. Соны бүгін бұйырса бір клиентіміз аламыз деп хабарласып жатыр. Соны бұйырса қазір көреміз полностью. Бұда повреждение деген вообще аз көрген адам. Мына повреждение ғана. Осыны бұл жақтан жасап беріп жібереміз, Құдай қаласа. Қазір осыны аламыз, Алла қаласа.